Қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздерге осындай балық қуырудың ерекше әдісін көрсететін боламын. Барлық керек заттарды грамдармен қосып описаниеден көре аласыздар. 200 грамм ұнға осындай шай қасықпен 3 қасық толтырып тұз саласыз. Және 300-350 граммдай су құясыз. Жақсылап араластырасыз. Сметана сияқты қою болу керек біздің массамыз. Енді осы маринадқа балықты 10-15 минутқа салып қоямыз. Егер балығыңыз тұздалған болса, онда тұзды азырақ саласыз. Егер балығыңыз свежий болса, онда тұзды көбірек саласыз. Тұзына мән беру керек. Осылай қызып тұрған майға балықты екі жағынан қып-қызыл қып қуырып аласыздар. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Міне достар, біздің балық қуырудың ерекше әдісі осындай. Осы әдіспен қуырып көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап лайк басуды ұмытпаңыздар.